зиялы қауым, ардақты алматылықтар, бүгін баршамыз Алматының төрінде бүкіл қазақ-түрік жұрты үшін үлкен рухани маңызы бар тарихи сәтте бас қосып отырмыз. Мұстафа Кемал Ататүрк бір халықтың перзенті болса да, көп халықтың тағдырына өшпес із қалдырған әлемдік тұлға. Бойына ұлттық рухпен бірге өркениеттен тұтас құндылығын, дәстүрмен бірге мәдениеттің жауһар үлгісін, қайыспас ер мінезімен бірге заманның озық ілім білімін бірдей жиған ерекше тұлға.